Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Қоштасу. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Түн. Оның ыстық демі тұла бойымды балқытып жатты. Қалың да толқынды шашы денемді желпітіп сипап өтті. Еріннің тиген жері алаулай қызарып, жұлын татымы тәтті сезім сипалап жатыр. Астымда балқыған сұлудың жеңіл ырғаққа еліде ыңырсығаны оның әр тамыр соғысымен астасып жатты. Ішімді жандыра күйдіре шыққан тәтті сезім ақ бұрқыншақ болып атылды. Оның құмарлықтан өз бойын билей алмай, құмарлық пен рахат сезімдері араласа шыққан даусын ести бере үстіне тала құладым. Алқына дем алып жатқан ол бетіме қарады. Баяғы мені тәнті еткен әнтек жымиысы, ақ маржан терісін түгелдей көрсете жымиып шашын сипады. Әр демалған сайын орташа анары баяу қозғалады. Темекі тұтанды. Қолқаны қаптырып, көк ала түтін теледидардың жарығымен анық көрінді. Мен Семейге кеттім деп айтқам деді. Мен үндемедім. Орнынан көтеріліп, қасыма жанаса отырды. Наздан майысып, иығымнан жеңіл бөрі өтті. Неге үндемейсің? Әлде мені қызғанасың ба? Зорлана жымиды. Қызғанбаймын, жаным ашиды деген суық ой көкейімді тілгіледі. Сыртқа шығарып айтпадым. Той жасаудың әуресі көп екен. Кейде уақыт болмай кетеді. Я, қиын дедім. Тап бір күнде той жасап жүрген адам құсап. Қыз үнсіз қалды. Ойыммен аласұрдым да қалдым. Адам емеспін ғой деп ойлағам келер сәтте. Бұрын бәрін қыздан көруші едім. Қыздың әлсіздігі деп ойлайтынмын. Өзім кім екенімді ойлап ойымнан шошыдым. Өзімнен жеркендім. Ойымнан серпілу үшін душқа кіріп кеттім. Сызылып төбеден аққан су денемді соншама жайлылыққа сыйлағандай болды. Бағанағы қарағанда денем салқындап қалған сияқты. Бірақ жайсыз ой жүрегімді бүріп жіберді. Оның орында сен болсаң қайтер едің деген суық ой тағы сумаң етті. Жоқ, мен оның орында ешқашан болмаймын, деймін өзімше тістене. Себебі мен ол сияқты әлсіз емеспін. Ал ол болса бейшара ғой, қолынан ұстаған қызына ие болмаса әлсіздігі. Жарым деп таңдағалы отырған сұлуы аққуы емес, жапалақ екенін танымаса ақымақтығы. Мен әлсіз болсам, бұл қыз қазір менің қасымда жатар ма еді? Жоқ, табиғат заңдылығы бәрінде мықты еркек керек. Өзіме өзім риза болып, масаттан күлгем. Бірақ адамдық қасиетші, адалдық. Ар ұятты қайда қоясың? Осы ойдан өзімді тағы жайсыз сезіндім. Жоқ, мен өз-өзіме адалмын. И все. Ары қарай еш нәрсе ойлағым келмейді. Душтан шыққан соң қызға жақындағым келмеді. Тезірек кетсе екен деп ойлағам. Бірақ қыз асығатын емес. Қалай ойласың, бұл біздің соңғы кездесуіміз ба? Қыздың сұрағына қапелімде жауап таба алмадым. Мүмкін, ал менің тағы да кездескім келеді деді наздана. Ал сен ше кездескің келе ма? Жоқ, сен жақында тұрмысқа шығасың дедім тістене. Ол үндемей қалды. Сосын маған тіктеп қараған. Тұман жанарынан еш нәрсе оқи алмадым. Сен оны танымайсың ғой деді сәлден кейін. Ол бейшараны не үшін тануым керек деген ой келді. Киініп жатып сөзін жалғады. Ол сен сияқты оңбаған емес. Ал сенен мен осы уақытқа дейін ұсыныс күткен едім. Ұсынысты сезімін сеніп тапсыратын адам ғана жасайды. Ал сен өзге түгілі өзіңді алдап жүрсің. Бірақ бұл ойымды айтқан жоқпын. Білем, деді қыз сөзін жалғап. Сен махаббатқа сенбейтін адамсың. Мен үндеген жоқпын. Ол киініп бітті. Сөмкесін қолына алып кетуге ыңғай танытты. Маған ешнәрсе айтпайсың ба деді. Бетіне тіктеп қарадым. Бойымды буып бара жатқан ашуды әрең тоқтаттым. Жайсыз бір сезім өне бойымды баурап алды. Өзімді жер бетіндегі ең оңбаған адам сезіндім. Кенет алдымда тұрған мына бойжеткеннің өзім танымайтын болашақ күйеуіне жаным ашыды. Не деген сорлы. Мүмкін ақымақ. Қыз бейшара
күйімді жазбай таныды. Қош бол деді. Келер сәтте мен тағы үнсіз қалдым. Өзіне сенім білдірген жігітті алдап, менімен төсектес болып жүрген сорлы қызды жек көріп кеттім. Сол сәтте қыз есікті тарс жауып жөніне кетті. Ішім алай-дүлей болып мен қала бердім. Махаббат пен құмарлықты екі бөліп қараушы едім. Соны басымдылыққа балайтынмын. Оңбай қателескен екенмін. Құмарсыз махаббаттың баяны қысқа болады екен ғой. Ал махаббатсыз құмарлық сатқындық екен. Кеш түсіндім. Орнымнан тұрып терезеге қарадым. Жаңбыр саябырсып қалыпты. Қыз төменге түсіп үлгерген екен. Менің тереземе бір көз тастады да көлігіне асығыс мініп жөнеле берді. Мен селт еткен жоқпын. Бар болғаны алыста қалған бозбала шағым есіме түсті. Бұлыңғыр күндердің ішінде жарқ еткен кездесуім еді. 10 жыл өтсе де тап кешегідей көз алдымда тұрды. Күлімдеген көзін ешқашан ұмытпақ емеспін. Таза пәк сезім. Ол қыз қайда жүр екен? Менің алғашқы махаббатым. Оны қатты сағындым. Ал мені шын сағынатын ешкім жоқ екен ғой. Құрметті менің тыңдармандарым, әңгіме ұнаған болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.